Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сочный болып, жақсы болып шығатын фарштан котлет дайындайтын боламыз. Алдымен ет тартқыштан фаршымызды өткізіп аламыз. Және де пиязымызды өткізіп аламыз. Мен екеуін бөлек өткіздім. Және де пияздың суын сығып алдым. Осылайша бір жұмыртқа саламыз. Және де 2-3 тілім нанды сүтке немесе суға салып, осылайша жібітіп аламыз да, сығып қолымызбен фаршымызға салып барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Дәміне қарай тұз бен бұрышты себеміз. Және де 1 немесе 2 сарымсақ саламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, фаршымызды дұрыстап тұрып, соғып алуға болады. Сонда котлет тығыз болып, жақсы болып шығады. Фаршымыз дайын болды. Енді котлеттерімізді жасап, ұнға былғап, осылайша қызып тұрған майға салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Мінекей котлеттеріміз де дайын болып қалды. Өте дәмді, сочный болып шығады. Гарнирға күріш немесе картошканы қуырып, котлеттерімізді ұсынсақ болады. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.